Hello guys, ағылшын тілін нөлден бастап үйренудің 7-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол present simple. Present simple дегеніміз жай осы шақ. Оны қай кезде қолданамыз? Соларды қарастырайық. Is used to describe actions that are repeated regularly or habits. Яғни қайталанатын іс-әрекеттерді немесе привычкаларды сипаттау үшін қолданамыз. Мысалға, She drinks coffee every morning. Ол күнде азанда кофе ішеді. Немесе I brush my teeth twice a day. Мен тісімді күнде 2 рет жуамын. Екеуі де қайталанатын іс-әрекеттер немесе привычкалар, иә. Келесі, It's used to state facts, general truths or permanent situations. Яғни фактылар, жалпы шындық жайлы немесе тұрақты ситуацияларды айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, The sun rises in the east. Күн шығыстан атады, шығыстан шығады, иә. Келесі, Water boils at 100 degrees Celsius. Су 100 градус Цельсийда қайнайды. Бұл бізде факт немесе жалпы шындық жайлы айтып жатырмыз. Енді present simple да ешқандай етістік болмаған жағдайда біз жай ғана to be-ді қолданамыз. To be бізде am, is, are. Оны білеміз, иә? Егер білмейтіндеріңіз болса, менің 4-ші сабағымда to be-ға арналған тақырып бар, соны қарап шықсаңыздар болады. Мысал келтірейік. I am a teacher. Мен мұғаліммін. The cake is delicious. Торт дәмді. Немесе we are friends. Біз доспыз. Ал егер етістік болған жағдайда, болымды сөйлемдерде are you, we, they-да жай ғана етістіктің өзі келеді. He, she, it-та етістікке s жалғаймыз. Мысал қарастырайық. I work in an office. Мен офиста жұмыс жасаймын. Бұл жерде етістік work жай ғана өзі ғана келеді. Бірақ he, she, it-та s жалғаймыз. Мысалы, she works in an office. Ол офиста жұмыс жасайды. Бұл жерде she, ол үшінші, иә. Сол үшін s жалғанып тұр. Енді қараңыздар, жай ғана s емес, егер ch, sh, s, double s, x немесе o-ға бітетін етістіктер болса, ол жағдайда етістікке біз es жалғаймыз. Мысалға, she goes to school every day. Ол мектепке күніге барады. Go деген етістік оға бітіп тұр, сол үшін es жалғанып тұр мұнда. Тағы да, егер дауыссыз дыбыстан кейін y әрпі келетін болса, біз y-дың орнына es жалғаймыз. Мысалға, She cries when she watches sad movies. Ол көңілсіз кино көрген кезде жылайды, иә. Окей, енді болымсыз сөйлемдер туралы сөйлесейік. Болымсыз сөйлемдерде I, you, we, they-да біз do not, яғни don't жалғаймыз, және содан кейін глагол келеді, етістік. Бірақ he, she, it-та does not жалғаймыз, яғни do-ға s жалғанады. Does not, етістікке уже s жалғамаймыз. S бізге does-ға кетіп қалды, етістіктің құр өзі қалады. Мысал келтіріп көрейік. I don't like spicy food. Маған ащы тағам ұнамайды. I don't like, иә, болымсыз сөйлем. He, she, it-та. He doesn't like spicy food. Ол ащы тағам ұнатпайды. Бұл жақта he, she, it болғандықтан doesn't болып тұр. Глаголға ешқандай s жалғанбайды. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді сұраулы сөйлемді қарастырайық. Сұраулы сөйлемде do алдына кетіп қалады. Do, потом барып are, you, we, they және етістік. He, she, it-та does алдына шығады, және етістікке ешқандай s жалғанбайды. Мысал келтірейік. Do you play the violin? Сен скрипкада ойнайсың ба? Бұл сұрақ. Сұраққа жауап береміз. Енді қандай немен келіп тұр, сонымен сұраққа жауап береміз. To be болса, to be мен жауап береміз. Do does бен келсе, do does бен жауап береміз. Мысалға, do you play the violin? Жауап. Yes, I do. Немесе no, I don't. Окей, тағы бір сұрақ қойып көрейік. Does he play the guitar? Ол гитарада ойнайды ма? Сұраққа жауап береміз. Yes, he does. Немесе no, he doesn't. Окей, guys, осымен present simple-ға арналған тақырыбымыз аяқталды. Қазір кішігірім практика жасап кетейік. Мына жақта 3 жаттығу берілген. Бірінші жаттығуда жақшаның ішіндегі етістіктерді ашып, дұрыс формасына қойып шығасыздар.
Екінші жаттығуда да дәл солай. Үшіншісінде сұраулы сөйлемдер барлық көріп тұрғандарыңыздай do немесе does'ды қойып шығасыздар. Қазір видеоны пауза қойып осыны істеп шығыңыздар, содан кейін жауаптарын бірге тексереміз. Окей, guys, сіздер істеп болды деген ойдамын. Қазір жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.